Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен әсіп сорпа дайындап үйренетін боламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоны соңына дейін қарап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен өкпемізді мен алдын ала мясорубкадан шығарып дайындап алдым. Осылай. Және де екі шектен дайындайтын боламыз. Бірі қойдың шегімен, екіншісі сиырдың шегінен дайындайтын боламыз. Алдын ала барлығын жақсылап, тазалап жуып алатын боламыз. Ыдысымызға өкпемізді салып, күріш саламыз. Бір пиаланы толтырмай, ащы бұрыш, дәміне қарай тұз және қызанағымызды осылай турап ішіне салатын боламыз. И перец қосамыз, сладкий перец. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осылай. Дайын болған массамызға суымызды құйып аламыз. Қоюлығы тура осындай болу қажет. Қатты қоюда сұйықта болмау керек, орташа болу керек. Осылай шегіміздің бас жағын жіппен жақсылап байлап аламыз. Құйған начинкамыз төгіліп кетпеу үшін. Осылай құйып бастайтын боламыз. Мен құю үшін ішіне баклажканың басын кесіп алып қолдандым. Не үшін десеңіздер, бізде воронкамыздың тесігі кішкентай болғандықтан құюлу қиын болады. Сол үшін де баклажкадан пайдаландым. Қолжетімді. Сіздерде де воронка болмаса, баклажкамен істетуге болады, істеуге, құюға. Мінеке құйып дайындап, жоғары жағында мықтап байлайтын боламыз. Мен ортасынан тағы да қосымша байладым. Себебі шек ұзындау болғандықтан үзбей, осылай барлығын құйып алған соң жіппен ортасынан байлап шықтым. Осылай кастрюлькемізге орналастырамыз. Барлық әсіптерді осылай орналастырып, су қоятын боламыз. Дәміне қарай тұз, қызанақ, перец и укроп қосамыз. Астына отын жағып қоямыз. Осылай қайнап, көпіріп бастаған кезде бетіндегі көпіршіктерді алып тастаймыз. Және де осылай қайнап бастаған кезде иненің көмегімен әсіптерімізді жайлап тесіп шығамыз. Қатты тесіп тастаудың қажеті жоқ, әйтпесе жарылып кетуі мүмкін. Осылай инелеп тұрамыз. Осылай әдемі болып қайнап жатыр. Сорпасы күшті болып шықты. Мінекей әсіп сорпамыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет болып шықты. Дастарханыңызға ұсынсаңыз болады. Өзіңіздің қалауыңызға қарай безендірсеңіз болады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ас болсын!